Олар соңғы адамға дейін шайқасыпты. Адалдықтарына қайран қалам. Бұл дұрыс шешім болғанына күмәнім бар. Қалайша тым болмаса біреуіңде жанашырлық сезім жоқ. Сенің істеріңе көз жұма қарайтын ақымақтар біз емеспіз. Қазір кімнің соңынан еріп жүрміз сонда? Әлгі ақымақ Рейденнің айтқанын орындамаймыз. Әйтпесе ендігі өлген болар едік. Желмен жарысып жүгіре алатын шығарсың, бірақ оны мен басқарамын, Кабал. Басқа нәрсе ойлап тапқаның дұрыс. Мен енді ғана бастадым. Шиноктың атымен қайта тіріліңдер. Сендерді бос кеңістікке қайта жібереміз. Тіпті ол да сендерге көмектесе алмайды. Тым жайбасар екенсің. Сенен мықты қарқын күтіп едім, Фуджин. Сенің көңіліңнен енді шыға алдым ба? Шамасы Цетрион ендігі жолда болар. Синдел екеуміз оны бір жақты етеміз. Сендер тәжді табыңдар. Сенен бір нәрсе сұрасам, сиқыршы. Бізді қашан сатпақ ойың бар? Маған сонша сенбейтіндей сендерге не істеп қойдым? Есіңде болсын, арам пиғылыңа біз әрдайым дайынбыз. Асықпа, Фуджин, бір қадым кері шегін. Бұл саған да қатысты, сиқыршы. Сенімен бұл жерде қайта жолығып тұрмын. Мені темір торға қамап, жанымды сонша азаптап едің. Бәрі құрысын, о баста сенімен келіспеуім керек еді. Сен әрдайым жомарт болатынсың. Жаңа тәсілдерме, Бихан? Керемет әрине, бірақ бұл жеткіліксіз. Өз шіркеуіңде жеңіліс тапқаның есіңде ме, Фуджин? Ал Кроника мені одан әрі мықтырақ етті.
Ол кезде сен жеңген жоқсың, қашып кеткенсің. Бұл жолы да солай жасауың керек еді. Крониканың берген уәделеріне мүлде сенуге болмайды, Джексон. Бихан, Кано, Шао-Кан кімдерді өз жағына жинап алғандығын көрмейсің бе? Шансумен араласып жүргенде бұл картаны сен ойнай алмайсың, Фуджин. Жан-жараңды Кроника емдей алмайды. Менің қиындықтарым жайлы сен ештеңе де білмейсің, Фуджин. Бәрін өзгерту үшін Кроника менің жалғыз мүмкіндігім. Өзім үшін ғана емес, Джеки, Вераның бақыты үшін. Бірақ сен түсінбейсің. Өйткені құдайсың ғой. Бұның қандай сезім екендігін ешқашан түсінбейсің. Бір кездері Рейден екеуміздің қақтығысып қалғанымызды білесің бе? Содан көктегі шіркеуден кетіп, адамдармен бірге өмір сүрдім. Оларға үйір болма, Фуджин. Сезімге ерік беру өз міндеттеріңді орындауға кедергі жасайды. Бірақ мына біз секілді жауынгерлер өз сезімдерін күшейтеді. Біз жауларымызды қыру үшін күреспейміз. Біз жақындарымызды қорғау үшін күресеміз. Ең жаманы, жеңілген шайқастан жүрекке осындай қара дақ түседі. Енді шамасы менің қиналғанымды түсінетін сияқтысың. Кроника жан дүниеңдегі жараны пайдаланып, сені басқарып жатыр. Көп ұзамай, Джаклин де осы жерге келеді. Кроника сенің оған қарсы шыққаныңды қалайды, және оның жүрегін жаралағаныңды. Осыған қарамастан, ол сенің отбасыңа жақсылық тілейді деп ойлайсың ба? Мені жеңу керек болған сен бедің? Мен әлі жеңілген жоқпын. Крониканың алдында тізе бөп. Тумкасила, осисиано, омакеяйо. Шайқас аласың ба? Қолымнан келгенде жасадым. Кроника болашақтарың үшін уәде беріп еді. Бірақ мына істеріңмен енді бір жола құрисыңдар. Тағдырларыңа өздеріңді кінәлаңдар. Сені тек өз тағдырың алаңдату керек, Цедрион.
Сонымен Шансун, не дегенмен құрған жоспарың ойдағыдай шықты. Басқаша болмайтын да еді. Қане, қолыңды көтер, Шансун. Сен де Синдел, андағы қолың шашың үлкен күшке ие. Сабыр сақта, қызым. Әке, сіз бұл жерде не істеп жүрсіз? Бұл жердегі бәріміз Кроникаға қарсы күресіп жүрміз. Иә, ал енді мынаны Рейденге табыстау қажет. Мынау тәжбе? Крониканың тәжі. Мына затсыз жаңа тарихты жазуға оның күші жетпейді. Әйтеуір дегенде бір жақсы жаңалық естідік-ау. Енді тәж біздің қолымызда, белгісіз аумақта. Біз бұл уақыт кеңістігін бір жола өзгерттік. Дұрыс. Әрі қарай не болатындығын ешкім де болжай алмайды. Тіпті мен де. Мен сыртқы әлемге қайтып, Китанаканға көмектесуім керек. Көмегіңізге алғысым шексіз. 6 сағаттан соң Қанды теңізде жолығамыз. Ендеше, келесі шайқасқа дейін. Сиқыршы. Мен де арнайы күштерге хабар беру үшін Брикс отбасымен бірге барамын. Сені ұлы рухтың өзі қорғасын. Маған қарағанда сені қорғағаны дұрыс. Шансун мен бірге жүргеніңді Рейден көрсе. Тәжсіз ешқандай да жаңа дәуір болмайды. Бұл жауапкершілік менің мойнымда. Жоқ, Шансунның ақылын бағаламау менің қателігім. Бос кеңістіктен шығып, болашақтан келген бе? Олармен тағы шайқасамын, анашым. Бұл жол бәрі ойдағыдай болады. Іске өзім араласамын. Не дегенмен Шансун тәжге ие болып тым қауіпті болып кетті. Оның жаңа одақтастары да бұл жайтты түсінетін болар. Шаолин шеберлері соғысқа дайын ба? Олар қасыққандары қалғанша шайқасуға дайын. Жақсы, солай болғаны дұрыс. Алайда Харон бізге көмектесуден бас тартса, ешқандай соғыс болмайын деп тұр. Хасаши шеберден хабар бар ма? Жоқ, бірақ бұлай жалғаса берсе, жер асты әлеміне өзім барам. Бұл біз білетін жақсы Скорпион емес. Рейденді шақыр. Мынау шынымен де алау бағы ма? Расымен де Ширайру қайта құрылыпты ғой. Бұл жерге сені қай жел айдап келді, Скорпион? Ұлы шебер Хасаши қайда? Ол мерт болды. Енді бізді өлтіру үшін келдің бе? Мен туралы не ойлайтыныңды жақсы білем, бірақ мен көмектесу үшін келдім. Бұл сөздеріңе илана қоймаспын. Мынау, бұл жерде не істеп жүр? Онымен бірге жүргем жоқ. Егер расымен көмектесу үшін келген болсаң, ендеше қазір дәлелдейтін уақыт. Дәлелдеймін. Фуджин, уақыт кеңістігіне зақым тиген кезде сені бір жола жойылды деп еді. Ал енді Шансунмен біргейін дедің бе? Рейденге айтар шұғыл жаңалығымыз бар. Өтінем, бізді өткізіңдер. Шамасы оны мынау дуалаған болар. Арам жұмыстарын алау бағында жасауға жол бермеспін. Не себепті Шансунға қосылғаныңды мүлде түсіне алар емеспін. Ой өрісіңді бұзатындай саған не істеді?
Меніңше, жағдайдың мән жайын білместен шешім шығарудың қажеті жоқ. Рахмет, Фуджин. Дауылдың беті әлі қайтқан жоқ. Шан Цун. Біз сенімен ақылдасу үшін келдік, бауырым. Біз дейсің бе? Не себепті мына малғұнмен бірге жүрсің? Бұл жерге сені құтқару үшін келдім, Рейден. Біз сендердің болашақтарыңнан келдік. Ол кезде Люкан Крониканы жеңген болатын. Бірақ шайқас кезінде тәж жойылды. Бұл құнды жәдігерсіз уақыт әлемін түзету мүмкін емес. Біздің негізгі мақсатымыз да осы болатын. Тәжді тауып, оның күшін қолдану. Ал енді Кроникамен болған шайқас салдарын түзей аламыз. Енді оны бір жола жеңіп, уақыт әлемін реттеу керек. Сені осыншалықты сенгіш деп ойламаппын. Шан Цун тек өз басы үшін әрекет етеді. Қалайша оның сөздеріне алданып жүрсің? Парасатты бол, Рейден. Өтіріктеріңді басқа жерде айтасың, жексұрын. Бізді алдау қолыңнан келмейді. Лорд Рейден, алдымен оны тыңдап көреміз. Бәлкім рас айтып тұрған болар. Мұны анықтаудың бір ғана жолы бар. Ал енді Шан Цун, шыныңды айт. Доғар енді, Рейден. Араласпа, Люкан. Қолыңдағы тұмарды таста. Ол сені азғырып жатыр. Сен де мені сатып кетесің. Бұл шешімің қате. Шан Цун бұл жолы бізге жау емес. Әлемдер жойылудың алдында тұр. Ал сенің жасап тұрғаның мынау ма? Осы ақымақтықтарың да жетер. Егер өлу тағдырларың болса, солай ақ болсын. Менің бауырым, менің мәселем. Егер шамам жетпей жатса, көмек сұрармын. Шиноктың тұмары сенің ашуыңды пайдаланып, ойыңа қара тақ түсіріп жатыр. Маған сен. Ал енді сөзіме құлақ ас. Уақытымыз шектеулі. Неткен ақымақ едім. Ашуға ерік беріп, есімнен адаса жаздадым. Өз күшімнің біздің жоспарымыздың тағы бұзылуына жол бермеспін. Әзілдеп тұрған жоқсыз ба, Лорд Фуджин? Әрине жоқ, Люкан. Рейденнің күші сені от құдайына айналдырды. Ал керек болса. Өкінішке орай өз күшімді әлі Люканға бере алмаймын. Алдымен оның әруақ кейпін тауып, Quan Chiдің жасаған дуасын құртуым керек. Көп ұзамай оны менде жолығамыз. Соңғы шайқас жайлы тағы не айта аласың? Біз кез келген басымдықты қолдануымыз қажет. Лорд Фуджин, Шан Цун. Сендерге шытырман оқиғаларың ұнады деп үміттенемін. Болашақта жеңіліс тапқаныңды білетін боларсың, Кроника. Әрине, Фуджин. Қалайша сендер бос кеңістіктен шыға алдыңдар? Ақыры бәрін біледі екенсің. Ендеше берілгенің жөн. Бір нәрсе белгілі. Менің жеңілісім сенің жеңісің емес, Рейден. Егер расымен сені құтқарушың менің құм сағатыма ие болған болса, ендеше біз бұлай тұрмаста едік. Бұл уақыт әлемі мүлде болмайтын еді. Мына күдігіңді растаудан асқан қате шешімді көріп тұрған жоқпын. Мейлі, мені жеңу қолдарыңнан келетін шығар. Ал сосын ше, құм сағатына кім иелік етпек? Шан Цунның сендермен ат құйрығын үзері сөзсіз. Біз бәріне дайынбыз, Кроника. Сенімдісің бе? Осы уақытқа дейін неге Шан Цун тәж жайлы көп біледі деп ойламадың ба?
Сен үшін рухтарды жинап, саған өмір бақи қызмет етіп келеді. Шань Цун тым қарапайым. Таш туралы ой соныкі. Менен басқа ешкім оның күші жайлы жақсы білмейді. Егер саған бұл жайлы ертерек айтқанымда, біз о бастақ бір-бірімізбен қырқысып қалар едік. Шешім қабылдауың керек, Рейтон. Әрмен қарай құм сағатты кімге сен тапсырасың? Маған әлде Шань Цунға? Ешкімге, Кроника. Сен бәрібір жеңілесің. Егер Шань Цун бізді сатса, біз оның да көзін жоямыз. Неткен ақмақ едің, Рейтон. Әлемдерді мәңгілікке ұмытпа. Фуджин, Тәж. Титанның шамына тию үлкен қателік. Енді ешқайсыңды да аман қалдырмаспын. Сен тым әлсізсің, Кроника. Бауыр, қалай, жағдайың жақсы ма? Иә, бірақ Тәж. Мен жасаған ең керемет дүние. Мен саған оның қалай жұмыс жасайтындығын нұсқауға дайынмын. Не болып кетті өзі? Кроника Тәжді қайтару үшін осында келді. Сосын оны шегінуге мәжбүр еттік. Енді оған дереу соққы беруіміз қажет. Жылдам әскерді жинап, қанды теңізге тартайық. Бірге Крониканың аралына шабуыл жасап, құм сағатты өз қолымызға аламыз. Straight up.